Қайырлы күн достар. Сын есімдерді адамдарды сипаттаған кезде, тіпті олардың топтарын сипаттаған кезде қолдануға бола ма? Бұл сұрақтың жауабы бүгінгі лекцияда спойлер, әрине болады, достар. Мына мысалды қарастырып көрейік. The Chinese are famous for inventing paper. Бұны қалай түсінесіз? Қысқаша айтайын, бұның аудармасы Қытайлар қағазды жасағандар үшін атақты, немесе солай атақтары кезінде шыққан. Chinese деген сөздің өзін алса, ол сын есім болып тұр. Chinese, китайский, Қытайдан шыққан. Бірақ the-ні қостықта біз адамдарды сипаттадық. Бұл қандай ережеге жатар екен? Естеріңізде болсын, The Italians make wonderful pizza, the Chinese are famous for inventing paper, the English play great football. Бұндай кезде біз the және кейбір сын есімдерді қоса группаларды сипаттағанда қолдана аламыз. Мысалы, дәл осы мысалдардағыдай. Біздің осы қазір қарастырып жатқан кейстеріміз ол ұлттар. Мысалы, Italians, Chinese. Егер олар осындай әріптерге аяқталса, Ч, Ш, Из, С, біз the-ні қосып адамдарды группасын сипаттай аламыз. The British have built the greatest empire in the history of humanity. Британдықтар ең ірі, ең үлкен империяны құрастырды адамзаттың тарихында. The French, the Japanese, the Irish, the Swiss. Бұлардың бәрін біріктіретін French, Japanese, Irish, Swiss, British. Бұлардың барлығы сын есімдер. Біз оларға the қостықта, олар по сути зат есімге айналды. Адамдардың группасын сипаттайды. Итальяндықтар, британдықтар, француздар. Басқа ұлттармен қалай, осындай әріптерге аяқталмайды. Басқа ұлттар әдетте зат есімді құрастырады. Мысалы, Brazilian, немесе Argentinian, ол бір адам, ал бразилиандықтар the Brazilians, the Argentinians. Мысалы, бір қазақстандық, Казахстани, қазақстандықтар Kazakhstanis деп айтамыз, the және Kazakhstanis. Бірақ олар зат есім. Ал мына кейсте сын есімдер. Айырмашылығы сода. Кейде біз осы сын есімдерді қолдана ұлттардан бөлек басқа қоғамдық группаларды сипаттай аламыз. Мысалы, жастар, the young, кәрілер, the old, немесе the elderly деп айтқан дұрыс. Себебі the old деген құлаққа жағымсыз естіледі. The elderly, жасы үлкендер. The sick, ауырып жүргендер. The blind, көз көрмейтіндер. The deaf, құлақ естімейтіндер. The homeless, бұл жерде үйлері жоқтар. The dead, қайтыс болғандар. Бұлардың барлығымен біз қоғамдағы белгілі группаларды белгілеген кезде the және сын есімді қолданды. The rich are getting richer. Байлар байи береді. Бақша бұл өтірік ұғым. Енді бір адам туралы сөйлесек, біз сын есімді қалай қолданамыз? Мысалы, сол топтың бір өкілін айтқымыз келсе, біз міндетті түрде сын есім және оның қасына зат есімді қосуымыз керек. Мысалы, a Japanese woman, a rich man, дәл солай. Мысалы, қазақ тілінде немесе орыс тілінде японка, жапондық деп айталса, ағылшынша Japanese деп айту қате. Дәл солай, бай адам, бір бай десек, a rich деп айтуымыз қате, себебі оның мағынасы жоқ. A rich what деген сұрақ туындайды. Сол үшін бір адамды сипаттағанда, бір группаның мүшесін сипаттағанда, сын есімға зат есімді қосамыз. Және біз бағанағы мысалдарға оралсақ, біз кейде the-ні қажеттемей группаны сипаттағанда сол сын есім және people деген сөзді қолдана аламыз. Мысалы, poor people, кедей адамдар, homeless people, үйлері жоқ адамдар, old people, кәрі адамдар, French people, француздар. Мысалы, French people are famous for eating frogs. Бұл жерде бізге the керек емес, себебі people бар. Ал мысалы people-ды алып тастасақ, онда the-мен айтуымыз керек. The French are famous for eating frogs. Енді, достар, бізде кейде сын есімдердің бірнешеуі болуы мүмкін бір сөйлемнің ішінде. Ондай кезде қайтеміз, қайсын бірінші, қайсын екінші қоямыз. Ағылшын тілінде ондай жағдайға да арнайы ережелер бар. Жалпы, есте сақтайтын ең маңызды ереже, осылардың арасында біздің ойымыз, пікіріміз
ең алдымен жүреді. Одан кейін уже объективті факторлар жүреді. Мысалы, ойымыз, пікіріміз деген қандай? Beautiful, әдемі, әдемі емес. Ол субъективті ғой, мысалы, nice, lovely. Олардың барлығы міндетті түрде ең алдымен жүреді. Ал кейін бізде descriptive, уже кішкене объективті факторлар жүреді. Мысалы, small, old, new, ескі, жаңа, кішкентай. He has a lovely old watch. Lovely. Неге? Оның бір сүйкімді ескі сағаты бар екен. Lovely деген ол біздің пікіріміз, ойымыз, сезіміміз. Ал old деген ол кішкене объективті фактор. Алдымен сезім, содан кейін объективті фактор. Ал енді достар, бұл әрине оңай жағдай. Бізде екі-ақ сын есім. Сын есімдер көп болғанда қайтеді екенбіз. Сын есім көп болған кезде олардың арнайы ағылшын тілінде тізімі бар, реті, қатары бар. Бұны бірден айтайын, үлкен кесте болып көрініп тұр, бірақ бұны жаттаудың еш қажеті жоқ. Мен де оны жаттамаған, ешкім жаттамаған шығар. Бұны тек бір сирек жағдайда арнайы бірдеңе жазып жатсаңыз, эссе, кітаптарда сондай кезде ғана осы кесте керек болып қалуы мүмкін, бірақ жалпы біліміміз үшін оны қарап көрейік. Ең алдымен opinion, пікіріміз, одан кейін size, размері, көлемі, age, жасы, old, new, shape, формасы, color, түсі, pattern, бұл жерде мысалы, stripe бар, полоску, немесе клеточку бар, origin, қай жерден туындады, place, орны, material, соңғысы, одан кейін, осылар сын есімдерден кейін, зат есімнің өзі. Мысалы, expensive, ол кей адамға объективті болып көрінуі мүмкін, бірақ expensive все-таки ол біздің пікіріміз. Expensive, little, size, age, new, long, shape, color, black, одан кейін pattern, pattern бұл жерде жоқ, бірақ мысалы stripe, немесе stripe, circles деп елестетейік. Origin, Italian, қай жерден туындаған. Place, егер орны болса, және material, cotton, dress. An expensive, little, new, long, black, Italian cotton dress. Қайтадан айтайын, бұндай сөйлемдер 99% жағдайда ешкіммен құралмайды, сол үшін бұл кесте туралы қатты уайымдамай қойыңыз, бірақ осы кестенің бар екенін білгеніңіз жақсы. Бұл кестенің кішкене жүйеленген түрі осы суретте көрсетілген. Ең алдымен determiner дегеніміз артикль ғой, немесе be. Одан кейін opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose of function. Одан кейін зат есімнің өзі. Мінекей достар, сабағымыз ерекше болды. Adjectives-тің сын есімдердің әртүрлі қолдану жағдайын көрсетіп берді. Енді осыларды практиканы бекіту үшін астыдағы жаттығуларды орындап көрейік.